Бұл тарихи күн. Біз алғаш рет осы жазбалы тарихта алғаш рет Қазақстан өзінің төл теңгесін, төл ақшасын шығарып, бұл негізі ақша деген ол әлемдік деңгейде ол мемлекеттің тәуелсіздігінің бір белгісі. 2010 жылы маған бір ағам елбасының қолтаңбасымен шыққан ақшалар біздің Әл-Фарабимен берген шыққан 2099 жылы шыққан сондай бір 500 теңгелік бір ескілеу, соны маған бергеннен бері ұлттық валютаның құндылығын сезіне бастадым. Біздің валютамыздың тарихы еліміздің тарихында сияқты әрқилы. Бірақ мен осы 93 жылдан бері қағаз ақшалар, монеталар шыққаннан бері бүкіл монеталар мен қағаз ақшалар жинауға талпындым. Сол көбінесе бәрін жинап алдым деуге болады. Бұл мәселен 500 теңгеліктің Әл-Фарабимен шыққан, оның 3 түрі бар, 200 теңгеліктің 3 түрі бар. Біздің валютамыз өте әдемі, сондай бір қазақтың ұлттық нақышын көрсететін, біздің ұлттық дәстүріміздің бір көрінісі деп ойлаймын. Төл теңгеміз 2010-11 жылдары қағаз ақшаларымыз 10 мың теңге мен 5 мың теңгелер халықаралық осы байқаулардың жүлдегері болған. Менің ойымша біздің ұлттық валюта күніміз бұл әрине біріншіден ол елдігіміздің бір көрінісі, мемлекеттілігіміздің нығаюына үлесін қосқан үлкен ұлы мереке.